бүгін біз Маңғыстауға Санжар Керімбай, ағартушы, шығыстанушы ағамыз Санжар Керімбайды Ақтауға шақыртып отырмыз. Барлығыңыздың қолдауыңызбен, қошеметіңізбен сахнаға Санжар Керімбай ағамды шақырғым келіп тұр. Қош келдіңіз, микрофон сізге беремін, мына жаққа отырыңыз. Саламатсыздар. Ұзын уақыт жоқ. Қазір 2 сағатқа созылады. Өте қызық әңгіме. Бізге мына Жұмабек және Жер майданы деген кітапты жазғаннан кейін адамдардың көбісі былай хабарласады бізге. Ана деректердің бәрін сендер қайдан аласыңдар, қалай жинап үлгересіңдер айналдырған 3-4 айдың ішінде деп. Бұл қалай алсаң, кітапты жазу 7 майда басталып тағыны, бұл маусымның басында бітіп, маусымның соңында бітіп, шілдеде уже басқаға кетіп қалды. Енді кітаптың жазу тарихы туралы кішкене айта кетейін. Мына кісі қазір Қазақстандағы 5 облысты Россияға қоспай менде Хрущевпен екеуі алысып, жұлысып, ақырында қызметінен кетіп 26 жыл кәдімгі үйғамақта отырып қорлық көрген адам. Енді арқалаған азабы деген сұмдық. Енді қызықты қараңыздар сіздер, мына Қазақстанның ішкі саясатында әманда қазақ мәдениетіне, қазақ тіліне, қазақ домбырасына, қазақ кілеміне, қазақ ою-өрнегіне, дәстүрлі әншілерге қарсы нем сондай бір түсініксіз бір күш жұмыс істеп тұрады. Дәл сол сияқты бұл кісі биыл 115 жылға толса да, былай қарағанда бұл Қазақстанның үлкен мемлекеттік деңгейде мына еңбектеген баладан мына үлкейген кемпір шалдарға шейін бәрі көшеге шығып тойлап Жұмабектің 115 жылға мерейтойы болған рас па деп, әсіресе мына Россияға қосылмай аман қалып қойған 5 облыстың халқы салют ату керек те негізінде Жұмабектің арқасында аман қалдық деп. Бірақ көрдіңіздер ма, бұлардың әлі күнге дейін дұшпандары бар, бұрын бұнымен ұстасқан адамдардың бала-шағасы бар, олар тұрады тағына Жұмабекті тойлатпай тастайды. Енді біз бұған қарап отыра бермейміз, біз бәрі реакция көрсетеміз, кек аламыз. Кек алған кезде қалай аласың олардан? Ақыры сендер Жұмабекті тойлатпайсыңдар ма? Жұмабекті ақыры сен Ташкенттің ерлігін жырлатпайсыңдар ма? Онда біз сендерге ерексіп кітап жазамыз дейді тағына. Менің авторым Айбек Нәби деген Қазалының жігіті отырады тағына. Биыл жоспарланған басқа бір майдан бар еді, соны кейінгі декабрьге қарай сыр жіберді тағына, биыл Ташкент шығады. Осының мерейтойын біз тойлаймыз деді. Өйтпесе қазақтардың бәрі бақа, шаян, құрт құмырсқа майдаланып, ешқандай патриотизм жоқ. Мына мектептің оқушыларының бәрі ұсақ-ұсақ армандарға ілініп қалыптарына, олар ертең азаматтық қалыптаса алмайды, семьяны босата ұстап тұра алмайды, ажырасудың рейтингі түспейді Қазақстанда. Негізгі себебі ер азаматтардың, ер азаматқа тән мінезінің бәрі өледі тағына, бұлар қызға, әйелге ұқсап, түсініксіз бірдеңеге айналып кетеді. Сондықтан осы сезімдердің бәрін қайтадан қалпына келтіру үшін алаттағы мәсағында қолдан бастайды. Енді